Ағымдағы жылғы 7 айдың қорытындысы бойынша мемлекеттік бюджеттің негізгі көрсеткіштері өткен жылдың осыған ұқсас кезеңімен салыстырғанда бюджеттің атқарылуының жақсарғанын сипаттайды. Түсімдер 6 триллион 264 миллиард теңгені, яғни есепті кезеңге арналған жоспарға 101,9% құрады. Шығыстар 6 триллион 466 миллиард теңге, сомаға немесе 98%-ке жүргізілді. Мемлекеттік бюджет тапшылығы 203 миллиард теңге сомасында қалыптасты. Бұл жоспарланған сомадан 2 есе аз. Мемлекеттік бюджетке 4 триллион 351 миллиард теңге кірістер түсті, немесе жоспарға 104,4%. Республикалық бюджет кірістері 104,2%-ке орындалып, бюджетке 3 триллион 53 миллиард теңге түсті. Өткен жылдың осындай кезеңмен салыстырғанда өсу қарқыны 116,2% құрады.